Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Құрметті бауырлар. Жалпы біз адамның жалпы 8 сипат туралы сөйлеп жатқанбыз. Негізі да. Ол 8 сипаты деген кезде бұл туралы негізі жазылған кітаптар да бар. Біраз ғалымдар жазды, мақалалар жазылған, айтылған сөздер де бар. Дегенменен бұны мен қазіргі заманауи мысалменен, қарапайым тілменен айтқым келеді. Өйткені тура осы мағынадағы бір кісі 2 томдық кітап жазған осы 8 туралы, 8 сипат туралы, оны жөндеу туралы. Дегенменен өмірдегі маңыздылығы бізге қаттырақ керек қой. Мысал айтайық, біздің жалпы ислам адамның тәрбиесіне қатты көңіл бөледі. Дұрыс, намаз, ораза, зекет, қажылық деген үлкен дүние. Соған көңіл бөлу деген оның өзі үлкен нәрсе. Дегенменен оның барлығы адамның ішкі жан тәрбиесі, ішкі бір рухани тәрбиесін реттемесе, ол бір қандай да бір жақсылыққа, жетістікке жете алмайды. Оны қанша намаз оқысын, қанша ораза тұтсын, егер ол сол оразаны, намазды шынайы ниетпенен, ішкі жан дүниесімен, Аллаға деген өзінің сапарымен реттемесе. Әлбетте сауап амалдар өте көп. Дегенменен бірінші орында адам өзінің қателігін түзету, өзінің ішіндегі бір қате кемшіліктерін реттеуменен айналысқан әлде қайда жақсырақ болады. Сол үшін бірінші орында осы 8 сипат мәселесіндегі адамның Құран-ы Кәрімдегі адамдағы жалпы табиғатында болатын дүниелерді айтылып жатыр. Ол дүниелерге біздің дініміз түзетуге көңіл бөлген негізше, оны жай қоя салған емес. Негізді жалпы Құранда тағы да басқа аяттар сол 8 сипатқа түзетуменен келген. Соны қалай түзету керек, қалай адам даму керек, қалай алға жылжу керек деген сияқты. Біріншіден, екіншіден, бұл Құранда айтылғаннан кейін біздің жаратқан Раббымыз әлде қайда білушірақ, және жалпымызға тән сипат. Екіншіден, бұл өте маңызды екендігі. Үшіншіден, бұл қарапайым кітап емес қой Құран, дұрыс па? Бұл рухани кітап. Адамның рухани жан дүниесін, ішкі әлемін түзетуге арналған осы бүкіл әлемдік инструкция десе де болады. Қалай өмір сүру керегін? Ендеше осы инструкция мәселесінде осы 8 сипаттарды біз әдейі талдап өтіп жатырмыз. Адам шамасы жетсе осы нәрселерден айырылса, өзінің рухани баспалдақтарына осы сипаттар әсер етіп, оны төмендетіп тастамаса. Сол сипаттар арқылы ол кісі көтерілсе, дамыса, реттелсе, яғни алға қарай жылжыса да. Өйткені қараңыз, мен неге руханият деп айтам? Бұл дүние көп адамдардың есебінде тек қана ақша табу, сондай сосын соның жанында мен ешкімге зияным жоқ қой деген өз-өзінің сылтауменен тұрады да. Одан басқа дымы жоқ негізді. Көп адамдар түсінеді. Мен біреуге зияндық жасамаймын, мен сондаймын, мен ондаймын. Бірақ егер шындап зерттеп келген кезінде мынандай нәрсе бар. Егер сіз шынымен ақ болсаңыз, шынымен ақ пәк болсаңыз, сізді Алладан не нәрсе тосып жатыр? Сіз шынымен пәк болсаңыз, жүрегіңіз тап-таза болса, сізді не нәрсе тоқтатып жатыр Алладан? Өйткені мен бұл сөзді жақында бір кісіден естідім. Біреудің келіншегі намаз оқып кеткен, сөйтсе күйеуі оған жаман сөз айтады дейді. Ей пәленше, сен күнәһарсың ғой, сосын сен намазға жығылып жатсың деп айтады. Өзіше десе, өзі таза екен. Мен ақ көңілмін, ақ пейілді, сондай жанмын дейді. Енді анекдот қой ол кісінің айтып жатқаны. Ол өзінің ойы ғана ғой. Егер ол шынымен ақ болса, шынымен ақ жүрегі тап-таза болса, ол кісі намаз оқуға қысылмас еді. Қиналмас еді. Небір альпинистер бар, биік-биік тауларды бағындырған. Бірақ жай намаздың қалыңдығы кішкентай-ақ қой. Сол альпинист мынандай қалыңдықтағы жай намаздың үстіне шығамайды ғой. Соны биіктік қылады да соған. Сол үшін Алла Тағалаға рухани жол ол үлкен дүние. Әркімнің өзінің сапары. Біреуге бұлай, біреуге бұлай. Бірақ мен айтқым келгені,
сіз ішкі жан дүниеңізді түзетпей бұл дүниенің бақытына жетпейсіз. Нақты айтқанда, мал табыңыз, ақша табыңыз, басқа андай бір адами қасиеттерге еге болыңыз, адамдарға жақсылық жасаңыз, бірақ оның барлығы рухани әлемсіз еш нәрсеге тұрмайды. Жоқ болып кететін дүние. Ендеше сол 8 сипатты қайтадан бір түртіп кетейін. Ең бірінші айтылған сипат таласқыш сипат. Адам баласы көп таласа береді. Ол өз-өзін ақтаудан да шығады. Сол үшін болса керек, тәубе туралы көп айтылған. Екіншісі, адам баласы әлсіз. Сол үшін болса керек, Алла тағала әрдайым маған сүйен деп айтады. Адам баласы бұзық, яғни тез бұзылғыш. Сол үшін мен сендерге тура жол көрсету үшін осыны түсірдім деп айтады. Адам баласы одан кейін ашкөз. Алла тағала адамды тәрбиелеу үшін байлар мен кедейлерді бәрін бір-біріне байлап қойды. Және де сол берген садақаңда, бір адамға жасаған қызметіңде, бір адамға жасаған сондай бір жақсылығының барлығын, қарымтасын осы дүниеде де, қияметте де аласын қылып қойды. Одан бөлек тағы бір сипат хәлуа, яғни адам баласы жылауық десе ма, ынжық адам баласы. Яғни сол бір ынжықтығы, алға қарай өзінің бас пайдасы бар кезінде жаңағыдегі соны көрмей жалқаулық жасай салуы. Өзінің пайдасы тұрған жерде, шынайы пайда тұрған жерде адам бас тарта салады. Ал енді бір болмағыр, бір дүнияуи пайдалар, бір болмағыр нәрседе активны болып кетеді. Тағы бір нәрсесі асығыстық. Адам баласы өте қатты асығыс. Алла тағала әдейі айтып қойды. Асығыс шайтанның ісі. Осының бәріне ескерту келді. Дегенмен осыларды түзету үшін ертеңгі сабақтарымызды айтармыз. Бүгін сол сипаттың екеуі қалып кетті. Біреуі бізге Иншиқақ сүресінің 6 аяты сабақ болсын. Иншиқақ деген сүре бар Құранда, жарылу деген сөз, қиямет туралы айтады. Аспан жарылып деп қияметтің нелерін көрсетіп беретін аятта, сол аятта адам баласы туралы айтқанда, адам баласы дейді, кадихун иля раббиха кадахан фамулақих деп айтады. Адам Раббысына қарай әрекет қылады дейді, түрлі әрекет қылып, сол әрекетіменен Аллаға жолығады дейді. Кадихун деген сөздің мағынасы амилун деп айтпады Алла тағала. Кадихун деген сөз машаққатты жұмысты айтады. Адам өмір бақи пейнет тапқыш. Бұлай айтқанда да, өмір бақи адам өзінің басына өзі пейнет тауып алады. Тыныш отырамайды ғой адам. Байқайсыздар ма? Тыныш бір жерге біреуді қалдырып кетсең, бір нәрсені сындырады, бүлдіреді, қиратады, әйтеуір қимылдамай отыра алмайды. Жалпы адам өзі әрекет үшін жаралған. Егер адам әрекет жасамаса, ол тозады. Алла тағала да бұл әлемді, тіршілікті қимылға қойып қойды. Қимылдаған қырасар деп қойды халқымызда. Бекер айтылған жоқ. Бүкіл қимылда тіршілік бар. Қимылдаған нәрсе тоқтайды, қимылдамаған нәрсе. Оны халқымыз тағы да айтып қойды. Жатқанға жан жуымас дейді. Бір адам жатса, ол жерге жан келмейді деген сөз да. Мысал айтсаңыз, егер сіз бір нәрсені қолданбасаңыз бар осы өмірде ше, сол нәрсе кетіп қалады. Мысал айтайық, жігіттер спортпен айналысады. Қатты спортты тастаған күнің не боласың? Кетіп қаласың, жайылып кетесіз. Мынаның бәрі босап қалады. Бәрі кетіп қалады. Сен қолданбадың ба? Жоқ, болды, кетіп қалады. Мида сондай. Миды егер қолданбасаңыз, ол да солайды, ол да құриды. Көзді де сондай, құлақты да сол. Мысалы, Құдай сақтасын, бір сондай түрмелер болған. Енді қазір бар ма жоқ па Құдай біледі. Мысалы, адамды қинаған кезде дейді, әдейі қараңғы жерге кіргізіп тастайды екен. Белгілі бір уақытқа. Кейін пәлен уақыттан кейін ол адамды шығарса, көзі көрмей қалады дейді. Оның көзін шұқымайды, еш нәрсе қылмайды, қараңғы жерге тығып қояды. Болды. Ол қараңғы жерде отыра бергеннен, ана көз мұқтаж емес та еш нәрсені көруге. Көз солып қалады екен. Өзінен өзі өшіп қалады, болды. Сіз не нәрсені қолдануды тоқтатасыз, сол нәрсе кетеді.
Мен сол үшін айтамын, егер сізге руханият керек па, егер сізге Алла керек па, сізге жәннат қымбат па, сізге дозақтан кету, дозақтан бисмилля. Егер сізге жәннат қымбат, дозақтан құтылу міндетті, бір сондай бір маңызды іс болатын болса, немесе Аллаға жақындау, бір рухани әлем сіздің өміріңізде рөл алса, бір орын алса, сіз оны тастап қойсаңыз, ол сол дейді, сізден кетеді. Сіз қашан оны дамытасыз, сіз оны қашан алға қоясыз, сіз оны үлкейтесіз, ол дамиды. Ол алға қарай жылжиды. Сол үшін біреулер менен сұрақ қояды. Иманды қайтсем күшейтсем болады. Иманды қайтсем тәртіптесем болады, қайтсем реттесем болады. Бірақ мен ол кісіге айтар едім. Сен қашан иманыңды тәртіптейтін жолдарды тастайсың, содан бастап сен соласың. Сен өзің Аллаға қарай жүрмей қалдың, сол үшін құрыды барлық тірлігің. Сен қашан Аллаға қарай жүресің, сен дамисың, сен алға қарай жылжисың. Ол барлық нәрседе. Қарапайым спортта да. Мысалы, сіз қашан жүгіруді қоясыз, сіздің өкпеңіз қата бастайды. Сіз қашан қайтадан жүгіруді қолға аласыз, сіздің өкпеңіз жұмсарады, денеңіз шынығады, қаныңыз айналады, жүрегіңіз реттеледі, миыңызға қан бар, пайдасы көп. Сіз қашан қимылды тоқтатасыз, сол күні құрайсыз. Өмірде бүкіл ереже бар. Мысалы, бізбен бірге бір адам жұмыс істеді. Пәлен жыл мұғалім болған кісі. 30 жылдай, қанша жыл мұғалім болды? Пенсияға шығам деп шығып алды да пенсияға. Сөйтті, үйіне жата салды. Болды. Мен болдым деді, бәрін тастап қойды. Тіпті оған о кісіге бүйтіп айтатын едік та ше, анау көшенің бұрышында карта ойнайтын көкелер бар, соларға қосылып карта ойнасаңшы, іш болмағанда десең, олар сауатсыздар дейді, бармайын дейді. Мақыл, қоян бақсай, тауық бақсай, ешкі бақ, лақ бақ, жоқ, анау сасық, анан өзін сатып алам, анан бүйтем, анан құр жатты, аяғынан айырылып қалды. Жүрмейді ғой өткені. Аяғы кетті, қартайды, көзі кетті, ақыры өзі кетті. Қашан жұмыстан шықты, әрекеттен тоқтады, сол күні төмендеді ғой. Сондықтан бірінші орында адам әрекетшең болса ғана адам. Бірақ адам өзінің пейнетін өзі тауып алмасын деген келеді. Сол пейнетіңе қарай Құдайға жолығасын. Пейнет дегенде мен азапты айтып жатырмын. Өзіңнің азабыңды өзің тауып алма. Іс істейміз, бірақ сол азапты жаман нәрсеге қарай жүрмеңіз. Ең соңғы бір сипаттардың біреуі, ол яусун кафур деп айтады. Құран-ы Каримде Худ сүресінің 9 аяты. Бізге бүгінгі сабағымыздың қорытындылайтын бір нүктелердің біреуі. Худ сүресінде 9 аятында айтады. Біз адам баласына бір нығмет берсек, ол масаттанады да, егер сол нығметін алып қоятын болсақ, фаяусун кафур деп айтады. Ол кісі бірден үмітін үзетті, кәпір болып шыға келеді дейді. Адам сондай ғой, байқайсыз ба? Бізде де халықта айтады. Сенің дейді, жасаған 10 жақсылығыңды онша ескермейді, бірақ бір жамандық жасап қойған күні сен жаман адамсың. Ең бейшара сенсің. Байқайсыз ба? Бұл адамның қасиеті осындай. Әрдайым жамандықты тез көреді. Алла тағала ол кісіге нығметті сансыз қылып үйіп төкті ғой. Көз берді, құлақ берді, күнін берді, бүкіл әлемді берді сол адамға зертте деп ше. Бірақ ол адам бір кішкентай өмірінде ауруға, бір кішкентай өміріндегі бір нәрсеге Алла тағаладан теріс қарап кетеді. Фаяусун кафур. Бірден үмітін үзет, бірден кәпірлікке кетіп қалады ғой. Алла тағаланың нығметін көремейді. Бұл адамның жалпы 8 сипат. Барлық адамда бар. Осыны түзетуіміз, осыны реттеуіміз керек. Бұны заманауи психологияның, қазіргі замандағы психологияның бір бөлімі зерттейді. Ол психологияның аты позитивный психология деп аталады. Бүкіл психологияның мәні де сонда да адамға позитив беру. Яғни адамға көңіл жай беру. Сол үшін оларда нақты бір ереже бар. Күнің басталғаннан, күніңнің біткеніне шейін өзіңе негатив нәрседен қашыңқырап,
барынша позитив дейді ғой, жақсылық беретін нәрсені ізде. Барлық нәрседегі позитивті көр дейді. Енді бұл біздің дінімізде не десе, мен пайғамбарымыздан хадис айтар едім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, кән расул саллаллаху алейхи вассалам юхиббу тафаул деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам позитивті жақсы көретін дейді. Әрдайым жақсы ойлауды жақсы көреді екен. Яғни жақсы сөз жарымырыс деген сөз бар халықта. Яғни жақсы сөйлеу, жақсы істі көре білу, ол жақсы. Мен тіпті былай деп те айтар едім, оны да соны мысал қылып жүр ғой. Бал арасы әрдайым гүлді көреді. Гүлді іздейді бүкіл әлемнен, бал іздейді. Шыбын бүкіл әлемнен тезек іздейді. Оған басқа нәрсе қызық емес. Сіз бұл әлемде сіздің таңдауыңызды берді Алла тағала. Бізді шыбын қылып, не бал ара қылып жаратқан жоқ. Бізді адам қылып жаратты. Жақсы мен жаманды таңдайтын қылып жаратты. Ал енді сіз осы өмірде позитивті таңдайсыз ба? Гүлді таңдайсыз ба? Әлде негатив, тезекті таңдайсыз ба? Ол сіздің таңдауыңыз. Алла тағала оны сізге берді, таңдауды. Бұл өмірден жақсылықтың, адамның бәрінен жақсылық көре алсаң, бүкіл әлемдегі барлық істен жақсылық көре алсаң, соны әдеттендірсеңізше, адам психологиясы сөйтіп айтады ғалымдар. Сен адамның бәрінен жақсылық іздесең, әрбір істен хикмет бір жақсылық қой деп соны іздей берсең, ана ми адамдағы айтады екен ғой, бұл адамға мына тема қызық. Сол қызық болған үшін сол жақсылықты, сол қызықтың бәрін сізге көрсете береді. Өйткені мынандай нәрсе бар психологияда. Білесіз ба? Сіз өмірде бір машина сатып алсаңыз, мен өмірімде өте көп өтеді сол нәрсе. Бір машина сатып алып, сол машинамен көшеге шықсаңыз, көшеде сол машина көбейіп кетеді. Бір күні Жигули сатып алдым. Жұрттың бәрінде Жигули, көк Жигули тағы. Бәрінде көк. Мерседес сатып алдым, бәрінде Мерседес болып кетті. Көп екен ғой Мерседес. Bir күні Toyota сатып едім, Toyota бәрінде көп екен. Не нәрсені сен миың маңызды деп біле, тек соны көрсетеді ғой негіз. Дәл сол сияқты бұл өзі адамды зерттеген ғалымдардың сөзі ғой. Егер сіз бүкіл халықтан жақсылық іздеп өссеңіз, соны өзіңізге әдеттендіре берсеңіз, жамандық көріп қалсаң да, соның артында жақсылық бар шығар. Bir нәрсе көріп қалсаң, бір жаман адам көріп қалсаң, бұл бәрі бір тегін адам емес, бұның бір жақсылығы бар деп. Әйтеуір жақсылық іздей берсеңіз, күніңізден, өзіңізден де, мысалы бүгін күніңіз быт-шыт болып өтті дейік, мысалда. Анаған барамадың, ананы үйте алмадың, мынан жаңа мақсат қойып, мақсаттарың реттелмей қалды. Бәрібір жақсылық күтті артынан. Алла тағала саған бір нәрсені дайындап қойған деп соны күтсең, Алла соны береді. Өйткені Алла тағала менен сұраңдар, мен соны берем дейді. Сол үшін құрметті жақсылар, ұзын сөздің түйіні. Адам баласы өзінің барынша өмірінде осы жақсылыққа қарай ұмтылғаны жақсы. Адам өзінің өмірінде шамасы жеткенше Алла тағаланың бізге ескерткен осы 8 сәлби сипаттар, 8 адамдағы табылмауы керек болған ескертуді ескеруіміз керек екен. Оны түзетуіміз керек. Оны түзетудің де жолдары айтылған екен. Қалай түзету туралы, иншалла ертең сабағымызда келсеңіздер бірге отырып талдайық. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк. Бисмилlah.